Балалар, номер 3-те 11-ші есепті шығарайық. Х квадрат плюс 2px плюс 1 квадрат 3 мүшесінің мәні әрбір x үшін оң болатындай етіп, яғни мәні оң болатындай етіп, p-ның барлық мәндерін табыңдар дейді. Бізде ол үшін дискриминантымыз, яғни 2p-ның квадраты минус 4 көбейтілген a бізде 1-ге тең, с-ымыз 1-ге тең, осы 0-ден кіші болу керек. Яғни қараңыздар, 2p-ның квадраты 4p-ның квадраты минус 4 кіші 0-ден. Бұл дегеніміз екеуі де 4-ке қысқарады. p квадрат минус 1 кіші 0-ден болады. Яғни p минус 1, p плюс 1 кіші 0-ден. Е, балалар? Енді қараңыздар, бұдан бізде шығады p тең 1-ге, p тең минус 1-ге. Балалар, естеріңізде ме? Координатылық жазықтықта біз теңсіздіктерді шығаратынбыз, яғни 1, минус 1 және плюс 1. Осыны анықтаймыз. Қараңыздар енді. Қараңыздар енді. Минус 1 мен 1-дің арасында бірінші минус 2-ні алатын болсақ, минус 2, минус 1-ді қойсақ тексереміз, я? Минус 3, минус 2, минус плюс 1, минус 1 екен көбейтінсе плюсті береді, минусты береді, плюсті береді. Бұдан шығады бізде p минус таңбасы керек, мына 0-ден кіші. Яғни минус 1 мен 1-дің арасын алады екенбіз. Түсіндік па, балалар? Осымен номер 3-те 11-ші есеп шықты.